Мына дүниеде жалпы бір адам екінші бір адамды жайында сұрайтын болса, кімнен сұрайды? Досынан сұрайды ғой. Сен пәленшемен араласасың ғой, мен сені өткенде анау Instagram парақшаңда көріп қалдым, бірге фотоңды байқап қалдым, сен соны таниды екенсің ғой деп сұраймыз ғой. Солай ма? Ал ақыретте біз жайында көршімізден сұрайды екен. Яғни біз жайында достарымыздан сұрамайды. Қандай адам еді? Жақсы адам еді? Адамдарға сондай бір көмектесетін Алланың сүйікті пендесі ме еді деген секілді сұрақтар өте көп. Сол біз жайымызда ақыретте кімнен сұрайды екен? Біз жайымызда көршімізден. Сол үшін өте маңызды дәріс бауырлар. Көршімен жақсы тұру мәселесі әдеп. Өйткені біз осы әдеп деген дәрісті көршімізбен осыны игере алсақ, Құдай қаласа, Алла нәсіп етіп, біздің балаларымыз оларға осы нәрсе өтеді екен. Егер біз көршімізбен әдепсіз мәміледе болсақ, оларды сыйламайтын болсақ, олардың хаққысын білмейтін болсақ, автоматты түрде біздің балаларымызға да ол өтеді екен. Олар оны еселеп ары қарай дамытады екен. Яғни көршімен жақсы тұрмау мәселесін ол ұқпайды. Өткен әкесінен көрмеген. Яғни әкесі көршімен сыйласқанын көрмеген, әкесі көршімен жаңағыдай алыс беріс болып көмектескен, қонаққа шақырып бар көрмеген болса бала автоматты түрде осы нәрсені ары қарай бала алып кетеді екен. Қазақта сөйтіп айтады, әке көрген оқ жонар. Яғни бала көру керек әкесінің қандай ортада қалай өзі болған, көршімен қалай мәміледе болған деген секілді. Өте маңызды дәріс екен бауырлар. Енді әр қайсымыздың хадис бойынша әр қайсымыздың 3 көршіміз болады екен. Және ол 3 түрлі көршінің 3 түрлі ақысы бар. Бір көрші бар екен, бір көрші. Біздің алдымызда ол көршінің 3 ақысы бар екен. Ол қандай көрші десе, туысқан көршіміз. Яғни бауырың болса, ағайын бір атадан тарап келатқан қан бауырыңмен көрші болып тұрған болсаңыз, біздің оның алдында неше ақымыз бар екен? Бір-біріміздің алдымызда 3. Қандай десе, біріншіден сол қан бауыры болған, яғни туысқандық бауыры ақысы, екіншісі мұсылмандық ақысы бар екен, үшіншісі көршілік ақысы бар дейді. Екінші көрші бар екен, 2 ақысы бар екен бір-бірінде. Қандай көрші десе, мұсылмандық ақысы бар және көршілік ақысы бар адамдар екен. Яғни туысқан емес, бірақ мұсылман. Мұсылман болды ма, міндетті түрде автомат түрде 2 ақысы бар бізде. Бізде оның алдында, оның біздің алдымызда. Мұсылмандық көрші және ақысы көршілік ақысы бар дейді. Үшінші көрші бар дейді, тек қана көршілік қана ақысы бар. Ол басқа дін өкілдері, христиан ба, еврей ма, басқа дін өкілдері. Ол да көршіміз. Яғни оның да біздің алдымызда ақысы бар екен, біздің де оның алдында ақысымыз бар. Қандай ақы ол? Көршілік ақымыз бар екен.